Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен пиалайдың ішінде осындай керемет ыстық тағам жасайтын боламыз. Бұл тағамның дәміне сөз жоқ, керемет болып шығады. Бұл тағамды тек қана жасап көру керек. Ендеше бастаймыз. Бисмиллах. 500 грамм тартылған етке панировочный сухари, қара бұрыш, тұз, бір дана жұмыртқа саламыз. Барлығын қолымызбен біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді 2 дана пиязды үкіштен өткізіп, оны да жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсылап біріккен соң, оны қалауымызша бөліп аламыз. 6 пиалайда пісіретін болам, 6 бөлікке бөлдім. Енді пиалайларымыздың ішіне сары май салып шығамыз. Сары майды жақсылап барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Теңдей бөлінген фарштарды пиалайлардың ішіне жайғастырамыз. Және барлығын осылай видеода көрсетілгендей формасын жасап шығамыз. Оның ішіне салмасын салатын боламыз, сондықтан тереңдеу етіп жасай беріңіздер. Енді үкіштен өткізілген моцарелла сырын саламыз. Дана қызанақты барлығына бөліп шығамыз. Ішіне құю үшін жұмыртқалы масса жасаймыз. 2 дана жұмыртқа, 50 грамм сүт, тұз және қалауыңызша аз көк салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен осылай 2 рет жасап қойдым. 2 рет жасағаным барлығына толық жетті. Дәл осылай салқын күйінде саламыз. Алдымен духовканы қоспай тұрамыз. Егер ыстықтай салатын болсаңыздар, пиалайларыңыз жарылып кетеді. Міндетті түрде салқындай салып, сосын градусты қосамыз. 170-180 градуста осындай керемет тағам пісіп шығады. Барлығын араластырып, пиалайға салып қоясыздар. Тағамыңыз дайын. Бұл тағамның дәміне сөз жоқ қыздар, жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Менің рецептіммен жасап жатсаңыздар, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, достарыңызбен видеоны бөлісіп қойыңыздар. Қараңыздаршы, пиалайдың ішінде сорпасы шығып қайнап, дәмді екені көрініп ақ тұр. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған салтанат. Келесі видеоларымда кездескенше аман сау тұрыңыздар.